Сәлем достар. Бүгін біз слипер зерттеуінде адамзаттың ең көне әрі маңызды мәселесін зерттейміз. Ол жан туралы. Әрбіріміздің ішінде бір үндеу бар. Мен бұл өмірге не үшін келдім? Менің миссиям қандай деген? Бұл жанның үндеуі. Бүгінгі зерттеуде біз жан қайда және қалай пайда болады? Жас жан мен кәрі жанның айырмашылығы қандай? Жанның эволюция сатыларын және оның түпкі мақсатын зерттейміз. Бізбен бірге болыңыз, біз бастаймыз. Айнұр, кеңістікте жан туралы ақпаратты оқи бастаңыз. Жан қай кеңістікте және қалай пайда болады? Тап-таза аппақ кеңістікте бұл жерде тыныштық, тап-таза аппақ нұр бар. Яғни бұл кеңістік тап-таза аппақ нұр, иә? Ал жан алғашқы рет қандай энергиядан пайда болады? Жарық па, дыбыс па, ой ма, сезім бе? Жарық, Жанның жаратушысы бар ма? Я болмаса жанның ата-анасы, немесе бір жоғарғы тегі, жұлдызды тегі сияқты. жұлдызы тегі бар. Қалай пайда болады? Жан дүниеге қалай келеді? Соны анықтап көріңізші. Әуелде айтқан мүлгіген тыныштықпен аппақ нұрлы кеңістікте жұлдыздың жарқылы болды. Осы екі нәрсе болды. Қазіргі сұрағыңызда да осы нәрселерге қатысты екенін көрсетіп тұр. Сонда жан пайда болғанда қандай күйде болады? Энергия шоғыры ма, әлде басқа нәрсе ме? Энергия шоғыры деп айтуға көбірек келмейді, бірақ соған ұқсас. Бірақ одан нәзіктеу, одан жұқалау. Нәзіктеу сипатта көрсетіп тұр. Өте нәзік. Жақсы. Жан дүниеге келгенде өзін қалай сезінеді? Бір болмыс ретінде сезіну бар ма? Бар. Бұл жерде өзін өзі тануға мүмкіндік берілетінін көрсетіп тұр. Өзінің болмысын түсінуге, өзін өзі тануға дейтін ең алғашқы әрекет деп айтайын ба, қимыл деп айтайын ба, түсінік деп айтуға бола ма, сол нәрседен басталды. Жақсы. Осы ғаламдағы әрбір жан бір сәтте жаратылды ма, әлде бұл үздіксіз жүріп тұрған процесс пе? Үздіксіз жүріп тұратын процесс. Яғни бұрын дүниеге келгені бар, және енді дүниеге келетін жандар бар, иә? Иә. Жақсы. Жанның басты миссиясы не сонда? Тәжірибе жинау ма, әлде сана арқылы даму? Жалпы сана деген ұғым бар ма жанда? Сана оның болмысымен бірігіп кетіп тұр. Екеуі бір ұғым секілді.
көбірек тәжірибе. тәжірибе жинау. Мгм. Енді әр жанның өзінің бағыт бағдары бар ма? Немесе бір жоспар болады, соның бір бөлігі ме? М, бұл қойылған сұрақтар шектеулі ұғымда болып тұр. Себебі сіз алғаш айтып бастағаннан таңдау құқығы берілгенін көрсетті. Оның аясы өте кең. Одан кейінгі жоспарға қатысты айтылған нәрселер уже ы, кішкентай ғана бөлік екенін көрсетіп тұр. Аясы кең, әсер ету аясы үлкен, ықпалы өте үлкен. Мүмкін біздің қазіргі ойлауымыз бұны түсіне алмайды, шектеулі күйде шығар. Одан да үлкен, кең, ауқымды қамтитынын көрсетіп тұр. Жан жер планетасына не үшін келеді? Сынақ көру үшін. Как бы бұл жерде жерді сынап көру үшін, өзін сынап көру үшін. Бірақ бұл сынау алдында жан бақытты күйде тұр. Сынағанда ол сынақ қалай өтеді? Қандай өмір таңдайды? Немесе қандай кейіпте келеді? Бұл нәрсенің де аясы өте кең. Бір өмір тек қана бір кішкентай ғана бір бөлігі іспетті болып тұр. Будто бұл миллионнан бір нәрсе сияқты. Яғни Аясы өте үлкен. жерде сүретін бір өмір, иә, Мгм. сол жанға өте кішкентай болып тұр, иә? Миллионның бір бөлігі ретінде. Иә, иә. Жақсы. Енді жан қалай тәжірибе жинайды? Тек жер бетінде ме, әлде басқа әлемдерде де ме? Басқа әлемдерде де. Жер тек біреуі. Міне жан дүниеге келді. Алғашқы тәжірибе жинау үшін көбіне қайда барады? Жерге ме, әлде басқа әлемдерге ме? Әртүрлі. Мгм. Тағы да таңдау құқығы берілді. Жер бірақ өте қызық болып тұр. Өте қызықты екен. Әйтпесе басқа әлемдерде де жоғары вибрациялы өте керемет, өте әдемі, өте жарқын әлемдер бар екен. Бірақ дәл осы жерге қатысты бір қызығушылық болады. Сондай нәрсе туындап тұр. Сонда жер несімен қызықтырады жандарды? Сынақ ауыр. Мгм. Ол ауыр сынақ несімен қызықтырады жанды? Ауыр ғой өйткені. Ол оған ауырлық ретінде қарамайды. Бастапқы кезде өзін сынап көру үшін, опять бақытты күйден, яғни ол оны еңсере алмаймын, маған қиын болады екен деп ойламайды. Еңсерілетін және осы еңсерілу барысында бір күрделі қиын нәрселерден өтудің өзі сондай бір қызығушылықты туындатып тұр. Ал егер сынақ ретінде келіп, бір ауыр өмірге келіп қалса,
содан кейін қайтқысы келмейтін жағдай болып қалады ма? Болды, бұл жерге бармаймын, бұл жерде трэш екен деп. жоқ. Себебі ол м, ұмытылып кеткен, ну, жерге келген кезде ұмытылып кетуі мүмкін шығар деп айтқан, сол бағытта айтып тұрсыз ба? Адам ұмытып кетеді ғой, да, қиын қабылдайды. Но ол қайта оралған кезде жан деңгейінде м, бұл оған күлкілі оқиға екенін көрсетеді. Мгм. Тіпті міне жан дүниеге келді, сәбидің денесіне кірді, шырылдап дүниеге келді. Содан алды да бір ауыр отбасыға тап болды. Әкесі ішеді, анасы нашақор, сөйтіп баланы сатып жібереді. Ол елден елге көшіп, немесе тіпті жағдай өте ауыр болып кетеді. Мүшелерінен айырылуы мүмкін, сөйтіп қайтыс болады. Соны көре тұра, біле тұра, жан тағы да келгісі келіп тұр еді ма? Иә, Кел- ол изначально білді негізінде бұл нәрсені бәрін. Әуелгіде білді. Сонысымен оған қызықты болды. Өте қызықты. Бұндай ауыр сынақтардан өту, прям тяжелейшие испытания деген сөз келіп тұр. Но бастапқыда ол бұны келетін кезде білді, және оған ол очень интересно болды, өте қызықты болды. Мгм. И адам жерге келген кезде осының бәрінен достойно, лайықты өту керек, потому что ол осының бәрін өзі сезгісі келді, тәжірибеде көргісі келді, сынап көргісі келді. И бұл нәрселердің қаншама ауыр деп айтылғанымен, бұның өзінде бір идеалдылық бар, және бұның өзінде жанның өзінің көп қабілеттеріне қосып алатын тағы қабілеттерді алып шығатынын көрсетіп тұр. Бәрібір жақсы мағынада шыңдалу болады. Яғни осындай өмірлер арқылы шыңдалады жан, иә? Иә, Мгм. Енді жер планетасына келерде жан өзіне ата-анасын таңдайды ма? Әлде ол иә, өзінің еріксіз таңдайды. таңдап келеді, иә? Мысалы, Зор махаббатпен таңдап келеді. аха. Мысалы кейбір адамдар ренжіп жатады. Ата-анамды таңдай алмаймын, не үшін осы ата-анамның отбасында дүниеге келдім деп қынжылып жатады. Сол Мгм. адамдардың жандары да өз ата-аналарын таңдап келді ме? Әрине. Мгм. Қандай мақсатпен? Мысалы, әкесі өте ауыр мінезді болуы мүмкін, анасы көңіл аудармайтын болуы мүмкін балаға, бала өзімен өзі өседі, бұзық болып шығуы мүмкін, заңға қарсы шығуы мүмкін деген сияқты. Тағыдан опять изначально білгенін, бұл жоспарға енгізілгенін, және осы нәрсе арқылы өзіне бір нәрсені опять түйсінетін деп айтуға болады, но түйсінетіннен көрі бұл кәдімгідей оның қоржынына салынатын бір инструменттер сияқты болып тұр, қабілет болып тұр. Оған плюс болып тұр. Жан жоспары деңгейінде бұл плюс. Ол сондықтан әлбетте біліп келеді, таңдап келеді. Әрбір адам өзінің жан жоспарын еске түсірсе ғой. Иә, себебі бұл жерде прям идеалдылық бар. Ең ауыр, ең жаман, ең күнәлі деп пенде үшін көрінгенмен, жан деңгейінде, жан жоспары деңгейінде бұл ең идеалды жоспар. Жақсы. Сонда әрбір өмір жан үшін сабақ па? Әлде белгілі бір мақсатты орындау ма жоспармен? Сабақ. Сабақ. Өте қызықты сабақ және. Мгм. И опять тағы да олар бұның барлығын білгенде бақытты күйде таңдап тұрғанын көрсетіп тұр. Яғни барлық жан бақытты күйде өзінің болашақ өмірін таңдайды, иә? Иә, иә. Қызығушылықпен.
иә, Мгм. өте қызық және өте танымды болып тұр. Және сондай асығысты күтеді жердегі бір бірімен кездесулерді асыға күтеді. Мгм. Жарайды. Енді ата-анасын өзі таңдайды. Ал қай елде тұратынын, дене пішінін, мүмкін мүгедек адам болып дүниеге келетін шығар, иә, нәсілін, дінде болмауын деген сияқты осыларды жан таңдайды ма? Ата-анасын Таңдайды, таңдаса. бәрін таңдайды. Аха. Мысалы, Африка тұрғыны болуы мүмкін қара нәсілді, иә, немесе Үндістанда, немесе Қытайда туылуы мүмкін, немесе қазақ елінде. Иә, бұл жерде как бы жан өзінің как бы аватарын ерікті түрде соған енуді таңдайды. Мгм. Ал енді сол жан өзінің аватарының қандай түрде болатынын біліп тұрады ма? Қалайша біледі? Алдында экран бар ма, телевизор сияқты, мысалы міне қара нәсілді әкесі бар, анасы бар, міне баласы осындай болады, томпақ болады, арық болады деген сияқты. Ұл бала, қыз бала. Барлығы таңдайды, бірақ таңдалу жүйесі дәл қазіргі біздің ойлау жүйеміз таршылық етеді, біз ұғымымызға сыймайды. Одан ауқымдырақ, одан өте қатты, тым қатты жетілгендік бар, біздің ұғымымызға сәйкес келмей тұр. Қандай принциппен таңдайды? Егер Бір мезгілде, бір мезгілде барлық нәрсені. Мгм. М, Ну, как бы ресторанда ингредиенттерді таңдап алған сияқты таңдау болды. Аха. Мысалы, егер біздің көзқарасымыз бойынша міне Қазақстанда, қазақ ұлтында дүниеге келген ұл бала деп таңдасақ, оның пункттері бар: әкесі, анасы, бауырлары, жынысы, денесі, жұмысы, жұбайы деген сияқты, иә. Сондай пункттер қанша болуы мүмкін? Соның қанша пунктті қамтиды жоспарлаған кезде шамамен? Барлығын қамтиды түгелдей. Мгм. Барлық кездейсоқтықтар, барлық кездесулер, барлық сәттік кездесулер, ода кіретін дежавю сезетін озарение, махаббаты, бәрі қамтылған. Тіпті өзін алдап Иә, кететін, өзін лақтырып кеткен адамдарды да, иә, солай ма? иә, иә. Ол жерлердің барлығында өзінің шыңдалуына әкелетін қабілетіне қабілет қосатын жағдайлар бар. Даже ол самый минимальный болса да. Жарайды. Енді жанның дамуында эволюция сатылары бар ма? Бар. Егер болса, неше деңгей бар және олардың айырмашылығы неде? Ну, қазір Мысалы, тек қана 12 деңгейді көрсетіп тұр. 12 деңгей. Бірақ бұл опять біздің ойлауымызға ғана сиятындай мөлшерде көрсетіп тұр. Өте одан да ауқымды нәрсе. Мгм. 12 деп бөлгеніміз ол адамға түсінікті болу үшін жіктеліп тұр ма? Мүмкін. Енді мына бірінші сатыдан екіншісіне өту қалай жүреді? Мысалы, жерде бірінші класстан екінші классқа өту керек. Міне, сен бірінші классты игердің, екінші классқа ауысасың дегендей. Бұл жерде автоматты жүреді ме, әлде саналы түрде таңдайды ма? Мен екінші сатыға ауысамын, ауыспаймын. Автоматты түрде жүреді. Даже жандар бір-біріне көмектеседі.
Вот бастапқы деңгейлерде сондай болып тұр. Кейін қиындай береді, бірақ 1 мен 2-де сондай оңай болып тұр, автоматты түрде, және бұл жерде жандардың бір-біріне көмектесуі бар. М, жарайды. Енді осы эволюция барысында жанның тербелісі, вибрациясы қалай өседі? Тәжірибемен бе, әлде өзінің бір ниетімен, күшімен деген сияқты санасымен ба? Тәжірибемен. Тәжірибемен келеді. Қандай кезде тербелісі жоғарылайды, вибрациясы жоғарылайды? Тәжірибе көп болған сайын. Яғни өткен өмірлері көп болған сайын. Солай ма? М, Тек қана өткен өмірлері ғана емес, сол өмірдің ішінде ол біраз нәрсені жинақтап келуі мүмкін, уже бір өмірдің өзінде де. Аха, өткен сабақтарына байланысты, иә? Иә, Тіпті өткен сабақтарына байланысты, тәжірибелерге байланысты, оның энергиясы как бы байытыла береді. тіпті бір өмірдің ішінде өте көп сабақтан өтуге болады, иә? Иә, Мгм. Бір өмірде қандай сабақтардан өту оның тербелісін жоғарылатады немесе тәжірибесін арттырады. Мысалы, қазіргі өмірде қарапайым адам, қазақ ұлты дейік, қандай сабақтардан өту немесе бір нәрсені ұғыну оның жан деңгейіндегі тәжірибесін күрт өсіруі мүмкін. жерге келгенде тәжірибесіз мүмкін емес. Мгм. М, Кез келген әрекеттен тәжірибе шығып тұр негізінде. Мысалы, қандай әрекеттер тәжірибе болып саналады? Кез келген әрекет. Егер нақтыласақ, біреуге ренжіп жүр, шынайы кешірді, ренішін босатты дегендей. Сол сияқты мысалдар бар ма? Қарапайым адамға түсінікті болатындай. Осы сабақтардан өтсем, менің жанымның өсуі жоғарылайды деген ұғым қалыптасу үшін. Реніш бұлғынға кірмей тұр. Мгм. Енді не кіріп тұр? Реніш бұлғынға кірмей тұр. Реніш это побочный эффект сияқты болып тұр, және ренішке кеткен энергияның далаға жұмсалуымен бірдей болып тұр. Яғни ренжіп жүрген адам өзінің энергиясын, потенциалын бос шашып жүр, иә? Иә. Аха. Ал енді нақты қандай әрекеттер тәжірибенің өсуіне ықпал етеді? Опять кез келгенден шықты, білмеймін, мысалы. Бұл ұғымға ренжу, қайғыру кірмейді. Қорқынышты жеңу кіреді ме? Қорқынышты жеңудің артында қандай да бір сабағын ұғыну ма, бір барьерден өту ме? Қорқыныштан өту кіре ма деп тұрсыз ба? Иә. Иә, кіреді. М, Қорқыныштан өту, батылдық жасау, батылсыздықты еңсеру кіреді. м. Тәкаппарлықты жеңу кіреді ме? М, Бұл нәрсенің кейбір әрекеттерге көмектесетін кезі де болатынын көрсетіп тұр.
бұл м, қалай деп айтсам болады, бір әрекеттен бір әрекетке жеткізуші отын ретінде көрсетіп тұр. М, сұрақ қандай болды? тәкаппарлықты еңсеру кіре ма деген болды ма? Иә. Кіреді. Одан да өту керек. Бұдан өткен кезде көзі бір басқа айқындыққа ашылады. Ал батылсыздықты еңсерген кезде басқа бір нығметке шығады. Тәкаппарлықтан өткен кезде көзіне айқындық ашылады. Жақсы. Келесі сұрақ. Қателіктер мен ауыр тәжірибелер жанның өсуіне қалай әсер етеді? Мысалы, жер планетасында қылмыскер, бәрінен айырылған адам ретінде өмір сүрген болса. Бұл жерде таңдау құқығы адамға берілгендіктен, как бы ошибка деп шығатын нәрселер де болады екен. Немесе текке кеткен өмір. Опять бекерге энергияны жоғалтты, немесе бір нәрсені бекерге жоғалтты. Бір өмірді текке жіберді деген сияқты. Как бы ошибка шығып тұр. Қателік, уақыт босқа кетті, энергия босқа кетті, иә? Иә, міндетті түрде кейін қайтып келеді. Кейін қайтып келеді, қайтадан өту керек, иә? Иә, міндетті түрде. Ол жерде таңдау құқығы беріліп тұрған жоқ. Түсінікті. Яғни өмірде ауыр қылмыскер болды, жан өз әлеміне қайтқаннан кейін, талдағаннан кейін, бұл өмірдің босқа кеткенін түсініп, осы қателікті өзгерту мақсатында қайтадан басқа өмірге барады, иә? Иә, бұл жерде даже түсініп деген сөз келмейді. Это уже на автомате. Міндеттеледі. Иә, ол жан өз тарапынан да түсінеді, ол уже как бы сөзге келместен немесе вообще айтылмастан, по умолчанию демек, обязательно келетін нәрсе екенін жан өзі біліп тұрады. Это не обсуждается деген сияқты нәрсе шығып тұр. Жақсы. Енді жан өз дамуын сезіне ме, әлде бұл процесті кейін ғана түсінеді ме? Сезінеді. Қалай жүреді бұл сезіну? Әлбетте сезінеді, барлығы сезінеді. Такого не бывает, ол сезінбейді деген. Жақсы. Енді әрбір жанның өз мектебі бар ма? Яғни белгілі бір бағытта үйретілетін жүйе жан әлемінде. Таңдау құқығы берілген. Опять бұл жерде өте ауқымды аясы кең, біздің ұғымға кірмейді. Шектеулі біздің ұғым. Яғни Бірақ таңдау құқығы берілген ол жерде де. яғни біздің ойымызша адамды қалыптастыруда мектептің үлесі зор, иә? Бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Жан әлемінде жүйе соған сәйкес келеді ме, әлде өте күрделі ме, мүмкін басқаша ма? Сәл айтылған кезде ұқсастық болған сияқты болуы мүмкін, бірақ бұл ұқсастық басқа жағынан және басқаша сипатта бізде вертикалды деңгейде көрсетіп тұрса, жерде ол жақта горизонталды деңгейде көрсетіп. Яғни бір мезетте жан жақты, иә, үйрету. Иә. Ал осы жанды үйрету барысында оған не көрсетіледі? Эволюция жолдары, Құрмет. жібермеу керек қателіктер ме? Жоқ, қателіктерді өзі бастан өткеру керек. Өткеру керек. Жақсы. Енді жанның өсуін тежейтін
бір нәрселер бар ма? Қорқыныш болсын, эгрегор болсын, иллюзия ма, сол сияқты. Не тежейді өсу? жанның өсуін тежейтін негізінде сыртқы әсер жоқ, өз тарапынан бар. Қандай? Кейде емес, енді ол жаппай ғой, жерге келгенде жабылатыны. Мгм. Яғни ұмытып қалады бәрін, Бірақ оны, жоспарлап кетеді, иә, не? ол ұмытып қалады, ол бұл естественный процесс екенін көрсетіп тұр, бірақ жан әлбетте сезінеді, сезіну керек. Иногда как бы қалай айтсам болады, все-таки қателіктер болады. Кейде сыртқы қателіктер де болады, как бы операционный жүйедегі бір қателіктер болатын сияқты. Одан өзге бұны бірақ есепке алмасақ, егер жанға қатысты айтатын болсақ, жанның өз тарапынан да қателіктер кетеді. И өзіндегі сезінуді сезіне тұра, өзін дамытуды тоқтатса, бұл оның өзінің жеке қателігі болып тұр. Оған таңдау құқығы берілгендіктен, сезіну берілгендіктен, әлбетте оған белгілер берілетіндіктен, және міндетті түрде жолда как бы оның процесінде как бы белгілер міндетті түрде беріледі оған. Жоғары кеңістіктен как бы оның қолдаушылары, қорғаушылары дегендер бар. Олар міндетті түрде әр кезеңде, әр жыл айрығында, как будто флажоктарға да кеткен сияқты бәрібір белгі береді. Но осы белгілерді көре тұра, сезіне тұра, қисық қыңырлыққа салып өзінің даму эволюциясын өз тарапынан тоқтататын болса, бұл оның жеке өзінің қателігі болып есептеліп тұр. Жақсы. Енді осы тұрып қалған жан осы жағдайдан шығу үшін оған не қажет? Ерік жігер, тұлғалық даму, адам ретінде дамуы, сынақтарды әуелде өзі таңдағанын білмесе де сынақтардан лайықты түрде өту. Сол көп адами қасиеттердің барлығы бойынан табылу керектігін көрсетіп тұр негізінде. Түсінбесе ше, торымыз. Иә, міне, сабақтан өту керек өзінің тәжірибесінен жоспарлаған. Бірақ та бір ішімдікке салынып кетті, немесе қырсығып тұрып алды. Үй жоқ, күйі жоқ, есі ауып кетті, тырнақшада, иә. Сондай жағдайларда түсінбейді. Бұл оның жеке қателігі екенін көрсетті деп жаңа айттым ғой. Ол оның жалпы эволюциялық даму жолына кедергі болады, өзіне кедергі болады, жан деңгейінде де. Сонысымен как бы процесті тежейді. Негізінде оған жан деңгейі тарапынан қарағанда бұл негізі оның өзіне де керек емес еді. Сондықтан өзі ойлаған, өзі қалаған бір қабілеттерді алу үшін ол бәрібір бұл тәжірибелерден өту керек болады, сынақтарды еңсеру керек болады. Сондықтан кейде 2-3 мәрте қайта келу керек болады. Сонысымен процесті созып жібереді.
И как бы манағы айтқан деңгейлерге өту кешеуіл дейді. Өзінің тұстас жандарынан артта қалып қою қаупі бар екен. Жақсы. Ал енді жанның өсу процесін жеделдетуге бола ма? Және ол қаншалықты қауіпсіз? Болады, әлбетте болады. Қалай? Мүмкіндіктер барлық кезде берілген. Бұл және жанға белгілі, және жан оны міндетті түрде сезеді. Ал баста кететін кезде де ол бұны біледі, ол өзіне белгілі. Жер бетіне келгеннен кейін де оған сезімдер болады. Қандай әрекеттер арқылы өзінің өсуін жеделдете алады? Мысалы, жер бетінде кванттық секіріс деген, квантовый скачок деген ұғым бар. Ол соған сәйкес келе ме? Біз жер бетінде айтылатын кванттық скачок ұғымы мүлдем адамдардың ой парасатымен мүлдем не болып тұр, аяз ой болып тұр. Сұрақ қандай болды, қайталап жіберіңізші. Қандай әрекеттер арқылы өзінің дамуын жеделдете алады бір өмірде? Немесе бірнеше өмірлерде? Кез келген әрекет деп айтылып тұр, мен қандай әрекеттер кіретінін білмей тұрмын. Сіздің ойыңызбен. Қандай сабақтар немесе тәжірибелерден өту арқылы Оның өміріндегі әрбір кезең барлығы тәжірибе болып тұр, барлығы кез келген әрекет деген ұғымға кіріп тұр. яғни бір өмірде берілген сабақтарды дер кезінде өтіп тұрса, жеделдеуі мүмкін, иә? Иә, бірақ дер кезінде деген сөздің өзі не? Уақыт еркіндігі беріліп тұр. Мысалы, екі адам болады. Екеуіне де бірдей мүмкіндік беріледі, бір ақпаратты көреді. Біреу ерік жігерін дамытып, әрекет жасап, сол мүмкіндікті пайдаланады, ал біреу тұрып қалады. Я қырсықтығы бар, я түсінбейтіні бар, бір орында тұрады, мүмкіндікті пайдаланбайды. Сондай мүмкіндіктер көп осы екі адамда. Соны жеткізгім келіп тұр. Қай жан қандай әрекеттер арқылы өзінің дамуын жеделдете алады? Не істеу арқылы? Ол әрекеттің де аясы кең болып тұр. Ол белгілі бір шеңбердегі нәрсе емес, оның да аясы өте кең. Жарайды. Енді келесі бөлім. Но и бастысы ол сол әрекеттерден сабақ алғанда өзіне түсінікті болады, как бы озарение сияқты, немесе бір сәулелі жарқыл пайда болған сияқты. Оның кез келген әрекетінен өзі түсініп сабақ ала алатын болса, яғни ойсыз жасалмай, на автомате жасалмай, кез келген сәттік нәрседен ода как бы сәуле пайда болатын болса, как бы озарение сияқты. Барлығы еніп тұр негізінде осы ұғымға. Жақсы. Келесі бөлімге өтейік. Жас және кәрі жандар. Жас және кәрі жандардың айырмашылығы неде? Жалпы ондай ұғым бар ма? Жас жан және кәрі жан. Молодая и старая душа.
Бар ма дейсіз ба? Иә. Бар. Айырмашылығы неде олардың? Тәжірибеде. Мысал келтіріп өтіңізші, жер бетінде қандай адамдарда жас жан, қандай адамдарда кәрі жан? Немесе Жер бетінде байқатпайды жер бетінде. Немесе жас жан қандай белгілермен танылады? Мүмкін мысалы эмоциялық тұрақсыздық, қызығушылық, тәжірибенің аздығы дегендей. қызығушылық көп. М, Кәрі жандарда даналық көп. Мгм. Кәрі жандардың энергиясы ым, көп және тығыз болып тұр. Жас жандарда м, әлі салмақ жағынан жеңілдік көбірек сезіледі. Мгм. Яғни ерте жастан бір терең даналық сезілсе, оның жаны кәрі болуы мүмкін, иә? Мүмкін. Мгм. Енді жас жандар жиі қайталайтын сабақтары қандай? Ол бір топтамамен топталмайды, ол әрқилы. Біздің ұғымға кірмейді. Жақсы. Жас жандар мен кәрі жандардың миссиялары мен сабақтары қалай ерекшеленеді? Мысалы, жас жанның миссиясы қандай болуы мүмкін, кәрі жанның миссиясы қандай болуы мүмкін? Жер бетіне қатысты аса бір ерекшелік жоқ. Мгм. Басқа өлшемдерде, басқа әлемдерде? Басқа әлемдерде зерттеу мақсаты көбірек болып тұр. Не нәрсені зерттеу? Білмеймін, бірақ зерттеу мақсаты көбірек. Мгм. Мысалға, кәрі жандардың басты миссиясы мынада болуы мүмкін бе? Өзінің өсуі, немесе басқаларға бағыт беру, үйрету. Сұрақ қайтадан, кәрі жандардың миссиясында өзінің өсуі, басқа адамдарға бағыт бағдар беру бар ма дедіңіз ба? Мгм. Басты миссиясы кәрі жандардың неде? Өзінің А, өсуімен, немесе бұл басқаларға айтылған нәрседен аясы кең. Аха. Бұндай көзге түсушілік болмауы мүмкін. Осылай дәл айтылғандай осындай дара қасиетті. Ондай болмауы да мүмкін кәрі жанда. Но барлығы белгілі бір миссиялармен келеді. Әсер ету аясы кең. Мгм. Себебі олардың энергиялары тығыз, ауқымды, мол болып тұр. Мгм. Ал, Сәйкесінше әсер ету аясы да көбірек болып тұр. жақсы. Енді
жас жаннан кәрі жанға жетуде қанша уақыт немесе өмір кетуі мүмкін? Көп, өте көп. Мысалы неше өмір, егер әрине мәнсіз өткен өмірлер бар, жас кезінде, иә, қателіктер жібергені, қайталағаны бар. Соларды ескере тұра қанша өмір кетеді? 100 өмір, 1000 өмір, миллион өмір, шамамен Миллион. миллиондап кетеді. Миллионға дейін барады, иә. Мгм. Жақсы. Енді жандардың келісімдері, контрактылар туралы әңгіме қозғайық. Сол мәселелерді зерттейік. Жан келісімі деген не? Иә, ол қалай және қашан жасалады? Не нәрсеге қатысты? Келісім шарттар, мысалы өмірге келгенде бір нәрселерді орындау, немесе басқа жандармен келісімдері, бір сабақтан өту мақсатында. Қалай келіседі олар? Келісім шарт қалай жасалады? Ондай бір мөрленген қатып қалған келісім шарт көрсетпейді. Өзара үйлесімді, гармониялы және бірден түсінетін жалпы шарттасулардың жеңіл, жақсы мағынада айтып жатырмын, сондай жеңіл атмосфералы, жеңіл энергиялы орындалатынын көрсетіп тұр. Мгм. Ол келісімдер бір жерлерде бекітіледі ме? Мысалы, қағазға жазып, қолдарын қойып деген сияқты. Жоқ, жоқ. Мгм. Ә, кейде тіпті процесс кезінде бұл келісім шарттар өзгертіледі. Мгм. Қатып Ол қалған нәрсе жоқ келісімдер екенін көрсетіп тұр. Көбірек икемдірек болып тұр. икемдірек, иә, Иә, өзгерістер енгізіледі, иә. иә. Мгм. Енді бұл келісімдердің орындалуын біреу қадағалап тұрады ма? Жоғары кеңес деген сияқты бар ма? Бақылайтын, қадағалайтын. Жоқ, бұл да сондай гармониялы процесс болып тұр. Мгм. Бұл как бы бақылауда сияқты орындалады, бірақ ондай қатаң бақылау жоқ. Мгм. Енді Себебі как бы жоғары кеңістікте әрбір өзінің міндетін білетін сияқты сондай сезіледі. Жауапкершілік өте күшті сияқты сезіледі, солай айтайыншы. мгм, жақсы. Это ол жерге келген кезде хаос болып тұр. Жоғары кеңістікте барлық гармонияда. Яғни жан дүниеге келерде өзінің болашақ ата анасының жандарымен келісімге келеді, иә, қандай да бір сабақтардан өту үшін, үйрену үшін. Иә, Мгм. Немесе өзінің болашақ жұбайымен, соның жанымен келісімге келеді, иә. иә. Ата анаға қатысты, жұбайға қатысты зор махаббат энергиясы сезіледі. Құрмет сезіледі. Жоғары вибрациялы энергиялар сезіледі. Яғни осы жанға көмектесуге келген сондай жақын жандар деуге болады, иә. Иә, және қатты құрмет тұтатын жандар деп айтуға. Тіпті қиналып, бір бірін қинап ажырасып жатса да, иә, жан деңгейінде өзгеше ме? Мысалы, күйеуі әйелін балаларымен бірге тастап кетті, үй мүлкін бәрін алып кетті, ал жан Мхм. қалай?
әйелін тастап кетті, үй мүлкін алып кетті. иә, мысалы жерде Аха, ер жердегі келеңсіздіктерге қатысты ма? мысалы М, сондай жоспарлап қояды ғой енді, болашақ мхм, жары мхм. жаны осы келісімге келеді. Сонда олар біліп тұрады ма, күйеуі ретіндегі жанның әйелін тастап кететінін? Ол күйеу ретінде барған жанның міндеттері болуы мүмкін, ол қарсы тараптың мүдделері болуы мүмкін. Мгм. Но өзара гармониялы болып тұр. Өзара гармон, жан Да. деңгейінде. Мхм. Бұл келісімдер орындалмауы мүмкін бе? Мүмкін. Орындалмаса неге әкеледі? Мұндай жағымсыз нәрсе жоқ, сабақ тек. Келісімдер орын алмай қалса ма, қайта өтеді сабақ. Қайта өтеді. Ал егер келісімдер Иә. толығымен орындалған жағдайда жанның жағдайы қандай болады? Бәрібір келесі сабақтар бар, потому что он очень интересно. Яғни осы өмірге жоспарлаған пункттердің бәрін өтті, иә? Мхм. Құштарлықпен келесі өмірді жоспарлайды. Әлбетте. Көбірек, егер барлығы орындалса ма, Иә, басқа әлемді таңдайды. басқа әлем таңдайды. Мхм. Жақсы. Көбіне басқа әлемді таңдайтынын көрсетіп тұр. Келесі сұрақ енді. Даму барысында, эволюция соңында жан жеке даралықтан айырыла ма, әлде өзін сақтай ма жан ретінде? Қандай мағынада? Мысалы, жан эволюциядан өседі, соңғы этаптарына жеткенде бір ғайып болып, энергия болып жоқ болып кетеді ме, әлде өз даралығын сақтап тұрады ма? Жан ретінде, мысалы, белгілі бір деңгейге жеткен. Соңғы этаптарды көрсетпей тұр, соңғы этап жоқ болып тұр. Сонда соңында не болуы мүмкін? Эволюциялардан өтті, кім жаратты, соған қосылады ма, әлде не болуы мүмкін? Бізден жасырылып, біздің ұғымымызға келмейді. А, жабық тұр, иә? Мхм. Жақсы. Сонда эволюцияның мақсаты қандай? Бірақ жақсы нәрсе екенін білдіріп тұр. Аха, Но ты будешь ошарашен деп тұр. жақсы. Сонда эволюцияның мақсаты қандай? Осы жаратылған кеңістікке оралу ма, әлде шексіз Кеңістікті даму? ұлғайту. Нені ұлғайту? Кеңістікті ұлғайту. Шексіздікті дамыту. Иә. Жақсы. Енді осы жандарға байланысты егіз жалындар деген бар. Близнецовое пламя. Олар кімдер? Это не факт. Мгм. Көп жағдайда бұл болады, өте сирек болады. Көп жағдайда адамдар иллюзияға түсетінін көрсетіп тұр, және өздері ойдан тауып алатынын көрсетіп тұр. Болады, бірақ ол дейтін өте сирек, және бұл жоғары деп айтайын ба, жоқ, жандардың бір белгілі бір келісім шарттарына байланысты. Немесе келісім шарттағы бір пункттерге байланысты болып тұр. Жаппай ондай нәрсе жоқ. Мгм. Енді кейбір авторлардың айтуынша, егіз жалындар деген ол бір жанның екі адам денесіне бөлінуі, және солар жер бетінде кездесіп қалса, жұп құрса дейді. Иә. Соған сәйкес келе ме? Келеді. Мгм. Олардың кездесу ықтималдылығы қандай? Кездеседі ме жалпы?
Ол өте сирек және қиын ауыр сынақтармен байланысты болады. Жақсы. Енді жанның жерден тыс өмірлері жайында қандай өркениеттерді таңдайды және не үшін? Өте көп. Не Қанша, үшін екендігі тоже біздің ұғымға сыймайды. шамамен қанша ғалам бар? Көп, өте көп. Өте көп. Мгм. Мысалға, қазір жер бетінде тұрып жатқан адамдардың кейбіреулері мен ана цивилизациядан, мен Сириустанмын, Лемурияданмын, арктуриандықпын деп айтып жатады. Мгм. Ол жандар сол цивилизацияда тұрақты өмір сүретіндер ме, әлде кәдімгі өзінің тәжірибесіне байланысты жерге де келеді, басқа да әлемге баратын жандар ма? Иә. Сондай, иә? Мгм. Жақсы. Яғни олардың осы өмірде айтып жатқанда бір әдемі көріну үшін болар, иә? Мен осындай әлемнен келдім деп. Ол негізделген. Түсінбедім. Рас. Ол ойдан құрастырылмаған негізделген нәрсе. М. Енді жерге И келді. бұл как бы тоже сіз айтқандай әдемі не дедіңіз, но көбірек ода жанда ностальгия күйін көрсетіп тұр. Мгм. Сондай бір сағыныш сезімі сияқты Иә. болу. Мгм. Себебі жер, как бы жерге қатты қызығушылық болғанымен жерге түскен кезде әттеген-ай деп қалатын жағдай өте көп. Иә. Енді Барлығының күшіне сай келе бермейді. м, күшіне сай келе бермейді дегеннен жан жарақаты деген туындайды ма? Болады ма ондай? Жоқ, ол ойдан құрастырылған зат адамның өзінің слабость. Мгм. Жалпы жан мына жерден тіпті өте ауыр өмірлерден өтсе де жарақаттанып қайтады ма өз әлеміне? Тез қалпына келеді. Ес қалпына келеді. И бұл бекерге болған өзіне көрсетеді. Өзі Тіпті, біледі. тіпті қателіктер өз тарапынан болмаса да ма, сырттан басқа адамдардың жауыздығынан. Әрине, бекерге кеткен ғұмыр болып қалуы мүмкін, сондықтан ондай әлсіздікке берілмеу керек. Мгм. Жақсы. Ол үшін келген жоқ жерге. Яғни өзінің жерге не үшін келгенін әрбір жан есіне түсіру керек, иә, өз жан жоспарын. Иә, как бы жан жарақатына түсу деген сөз, сен жүретін жолыңнан как бы сен жалтару немесе жолда тұрып қалу дегенге келіп тұр. Ол басқа миссиямен келді, тәжірибе үшін келді. Енді жер бетінде мынандай оянған жандар бар, иә, осы тақырыптарды ізденетін, өзінің миссиясын ізденетін, түсінетін материалдық әлемнен басқа бір рухани әлем бар, жан үндеуін еститін. Және мүлдем оянбаған жандар бар. Оларды ояту міндетті ме, әлде олардың өмір сабақтары сондай ма? Негізінде барлық жан оянған. Мгм. Әлбетте жандар бір-біріне көмектеседі. Онсыз мүмкін емес. Жер бетінде де Иә, жер бетіндегіні айтып отырмын. бір-бірін есту үшін, тыңдау үшін демеу Иә, беру, иә. иә.
Жақсы. Енді өзін жоғалтқан жан бола ма? Потерянный. Болмайды, өте сирек. Болмайды. Ол алдау. Жарайды. Жақсы. Осымен бүгінгі тақырыпты зерттеуге арналған сұрақтар аяқталды. Барлық сұрақтарға жауап алдық. Құрметті көрермендер, өз пікірлеріңізді білдіріп тұрыңыздар. Бұл тақырып, зерттеу тақырыптары сізге қызықты ма? Қандай тақырыптарды зерттейік? Тағы да не білгіңіз келеді? Егер сол тақырып маңызды болса, келесі зерттеуде міндетті түрде соны қарастырамыз. Арнаға тіркеліңіздер, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.